12 жасқа толған балаларға арналған. Біздің ауыл мектебіне жаңалық болған бұл арт-студия мен телестудияның кабинеттерінің келуі біз үшін үлкен жаңалық болды. Бұл енді бізге қандай мүмкіндіктер береді? Бұл біріншіден бізде манағы жаңа заманауи тұрғыдағы лабораториялармен жұмыс істеу арқылы, мысалға робототехникадан бұрын теориядан білім алатын бала, практикада біз роботты бұрын қолдарына ұстап көрмеген ауыл балалары енді қолдарына роботтарды ұстап жұмыс жасай алады. Қазір 21-ші жалпы білім беретін мектептерде сонымен қатар тағы бір жаңа мүмкіндіктердің бірі ол командалық жұмыстар, жобалар қазіргі таңда үлкен кәдімгі жолға қойылып келе жатыр биылғы жылы. Сосын биылғы жылы үлкен тағы да мүмкіндігі оқушылардың оқуын ыңғайлайтын жақсы кабинеттер жабдықталып, сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Арма қадірлі көрермен, Маңғыстау арнасында білімді ұлт подкасты. Біздің бүгінгі подкаст студиямызға келген қонақтар осы білімді ұлт жасақтауда өзінің еңбегін сіңіріп жүрген ұстаздар. Тақырыбымыз, мінекей білесіздер, санаулы күндерден кейін биылғы оқу жылына қадам басамыз. Осыған орай біз жаңа оқу жылы, жаңа мүмкіндіктер деген тақырып аясында подкаст жасамақпыз, және де шақырылған арнайы қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Байназарова Жанар Асылбекқызы, Мұнайлы ауданы номер 6 жалпы білім беретін мектептің директоры. Сондай-ақ Жұмаев Бекмұхаммед Қазмұхамбетұлы, Ақтау қаласындағы номер 21 жалпы білім беретін мектептің биология пәні мұғалімі. Студиямызға қош келдіңіздер, қонақтар. Енді тақырыпты жақсы білесіздер. Биылғы жаңа оқу жылындағы жаңа мүмкіндіктер қандай? Қандай жұмыстар жасалып жатыр? Білімді одан әрмен қарай дамытып, сапалы білім алу үшін оқушыларымыз қандай мүмкіндіктер бар? Сол турасында біз бүгін бір жақсы подкаст жасаймыз деген ойдамын. Енді алғашқы сұрақты Жанар Асылбекқызы басшы ретінде сізге қарай бағыттағым келіп отыр. Жаңа оқу жылына мектебіңіз қандай жаңалықтармен қадам бастағалы отыр? Жақсы, рахмет. Біз енді жаңа оқу жылында мектебіміз бір қатар жақсы жаңалықтармен бастағалы отырмыз. Оның бірі былтырғы оқу жылында, 2024-25 оқу жылында Назарбаев зияткерлік мектептері, білімді тұрақты дамыту қоры және білім инновация халықаралық ынтымақтастық қорымен ынтымақтаса отырып, Отпан тірек мектептер желісі атты облысымызда, өңірімізде жоба жүріп жатыр. Ол жөнінде бәріңізді білетін шығарсыздар. Осы жобаның аясында 50 мектеп таңдалған болатын, соның ішінде біздің мектебімізде болды. Жобаның негізгі мақсаты бұл білім сапасын арттыруға және әсіресе педагогтердің кәсіби әлеуетін дамытуға бағытталған. Осы жобаның аясында біздің ең бірінші 100% педагогтеріміз кәсіби біліктілік арттыру курстарынан өтті. Бұнда Назарбаев зияткерлік мектебі мен білім инновацияның мамандарына арналған арнайы бағдарламалар арқылы курстардан өткен болатын. Сонымен бірге үлкен қуанатын нәрсе, бұл мектебімізде 18 кабинет заманауи тұрғыда жарақталды, яғни оқу ортасын жаңғырттық. Бұл жерде физика, биология, химия кабинеттерінен заманауи лабораториялар келді. STEM, робототехника, бастауыш сыныптары, бастауыштағы цифрлық сауаттылықты арттыру кабинеттері, және ұлдар мен қыздарға арналған шеберлік кабинет, шеберханалар келді. Сонымен бірге біздің ауыл мектебіне жаңалық болған бұл арт-студия мен телестудияның кабинеттерінің келуі біз үшін үлкен жаңалық болды. Бұл енді бізге қандай мүмкіндіктер береді? Бұл біріншіден бізде манағы жаңа заманауи тұрғыдағы лабораториялармен жұмыс істеу арқылы, мысалға робототехникадан бұрын теориядан білім алатын бала, практикада біз роботты бұрын қолдарына ұстап көрмеген ауыл балалары енді қолдарына роботтарды ұстап жұмыс жасай алады. Тамаша. Жасанды интеллектті қазір енді енгізіп жатырмыз ғой. Соған байланысты бізге мол мүмкіндіктер беріп отыр. Сосын манағы шеберханаларымызда қазіргі ұлдарға арналған, қыздарға арналған тігін машиналары, әртүрлі өндірістік құрал жабдықтарымыз келді. Арт-студия мен телестудияның өзі қалай тұрады, оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруда үлкен септігін тигізгелі отыр. Біз осындай жаңалықтармен бөліскіміз келеді. Қазіргі заманның баласы сол роботқа да, жасанды ақылға да қызығып тұрғандығы жасырын емес, иә? Әрине.
сол арқылы олардың білімге деген, оқуға деген құштарлығын арттырмасқа болмайды. Өйткені қазіргі заманның талабы да сол болып тұр ғой. Сол жағынан осындай жаңалықтарыңыз көп екен, қуаныштымыз. Енді Бекмұхамед Қазмұхамедұлы, сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Сіз енді мұғалімсіз, биология пәнінің. Жалпы 3 ай демалыс дегенмен оның аты барда заты жоқ негіз мұғалімдерде, иә? Сіздерде тынымсыз еңбек, келесі оқу жылына дайындық деген сияқты. Жаңа оқу жылына дайындығыңыз қалай өтті? Дайынсыз ба? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Оқу әдіс тәсіліне қандай бір ерекшеліктер енгіздіңіз өзіңіз, сол турасында айта кетсеңіз? Рахмет сөз бергеніңізге. Енді мен жалпы жазғы 3 ай мезгілінде өткен жылғы оқу барысындағы кемшіліктерімізбен жұмыс жасап, сондағы жұмыс барысындағы іс-әрекеттерімізді авторлық құрал ретінде биыл жасақтап шығардым. Ол құралымды қазір ғылыми жұмыстарды зерделеу және жоба жасау мақсатында оның әдіс тәсілдері мен әсер ету механизмдерін қарастырып, сондағы жіберген кемшіліктерін талдау ретінде биыл авторлық құралымды сол жасақтап, жазып, осы жазда Алматыға барып, соны толық ғалымдармен бір кеңесіп, кемшіліктермен, ұсыныстармен тағы да толықтыру қажет ететін жерлердің барлығын соны зерттеу жұмысы ретінде өзім алдым. Қазір енді сол авторлық жұмысым толығымен шықты. Енді сол төңірегінде өткенде жақын арада Тамыз кеңесінде, қалалық Тамыз кеңесінде өз баяндамамды жасақтадым. Одан басқа келесі жылғы оқыту барысындағы ең басты оқушылардың негізгі қажеттіліктері не және қандай жұмыстар жүргізіледі деген мақсатта жұмыс жоспарын ұйымдастырдық. Ол қазір енді сол жұмыс жоспары төңірегінде өзімнің жұмыстарымды жинақтап қойдым. Алдағы уақытта одан басқа тағы жаз бойғы зерттеу жұмыстарым, ол қазір оқыту порталдарын құрастыру. Қазір ең үлкен мәселе оқытудың порталын құрастыру арқылы өзімнің білімімді тек қана пәндік білім емес, сонымен цифрлық сауаттылық құзыреттілігімді арттыру мақсатында зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Сол порталды енді алдағы уақытта сол жоспарлап отырмын, сол порталдың құрылымын. Жалпы ол былтырда 21-ші жалпы білім беретін мектеп төңірегінде жұмыстар жасақталды. Бұл негізінен 2018 жылы СМК Назарбаев зияткерлік мектептер желісінде СМК деген оқу порталы болатын, соған мұғалімдер жасақтау, мұғалімдер материал салу арқылы өзінің білімін дамытқан болатын. Сол өзінің нәтижесін бергеннен кейін, енді осыны өзі жалпы білім беретін мектептерде қолданып көру жағында қазір осы зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмын. Қазіргі негізгі осы жоспарланған үлкен 2 жаз бойғы жасалған жұмыстарымның бірі осы. Керемет. Енді оның нәтижесін биыл көреміз, иә? Қалай бағалайсыз? Оның нәтижесі әрине қазір жалпы 21-ші жалпы білім беретін мектептің сайты бұл жасақталды. Сайтқа қосымша порталды да біз енгізгенбіз. Бірақ онымен бірге жұмыс жасаған кейбір сынақ ретінде жасалған жұмыстарымыздың нәтижесі жаман емес. Қазіргі таңда онымен жұмыс жасаған мұғалімдер өзінің авторлық жұмыстарын жасап, өзінің қызығушылықтарын танытып, одан әрі зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Пәндік құзыреттілік арттырып жатыр. Пәндіктің соның ішінде өзінің пәндік теориялық білімін, практикалық білімін арттыруда үлкен пайдасы бар екен. Ол кісі өзі қызығушылық танытып, қазір одан әрі жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы биылғы оқу жылында оқушыларға енді мүмкіндіктер, қандай мүмкіндіктер ашылды жаңадан? Осы турасында да айта кетсеңіздер. Рахмет. Енді биылғы өзгерістің бірі, ең үлкен өзгерістің бірі деп айтуға болады, бұл мемлекеттік стандартта жасанды интеллект элементтерін көбірек енгізу, оқыту процесінде көбірек енгізу туралы басым айтылып жатыр. Осыған орай жаңа айттым, кабинеттер өте талапқа сай жарақтандырылды. Енді бұл бағытта бізге жұмыс жасауға ешқандай да кедергі болмайды деп ойлаймын. Педагогтерімізде арнайы курстардан өтіп жатыр, алда әлде де өтеді. Осыған байланысты бізде робототехника, STEM бағытындағы пәндерге басымдық беріп, элективті курстармен үйірмелер ашылатын болады. Және қазір биыл енді жұмысшы мамандықтар жылы деп жатыр ғой. Соған байланысты кәсіби бағдар бойынша да арнайы алаңдарды жасақтап жатырмыз мектепте. Жаңа әріптесім айтып өтті ғой, 3 ай бойына мұғалім деген тынымсыз, ол еңбек демалысында деген аты ғана, олар тынымсыз жұмыс жасайды. Мысалы біздің мектебімізде де 3 ай демалыста жатса да
кейбір математик, мысалға Талғат есімді жас маманымыз 3 ай бойына балаларды математикалық сауаттылыққа дайындап шықты. Керемет. Ар жағында ол өзінің оқушыларын жаңағы олимпиадаларда ауыл мектебінің оқушыларының әлеуетін арттыруда бұл үлкен септігін тиеді. Себебі математикалық сауаттылығы дамыған бала басқа пәндерді игеру өте оңай. Өте оңай болады, Иә. дұрыс айтасыз. Осы бағытта мүмкіндіктерді ашып жатырмыз. Ал қалған енді бұрынғы шахмат үйірмелері, бұрыннан келе жатқан түрлі үйірмелер, ол бұрыннан дәстүрлі жұмыс жасап келе жатқан үйірмелеріміз бар. Керемет. Олар да жалғасын табады. Бізде қосып жіберейік, қазір 21-ші жалпы білім беретін мектептерде сонымен қатар тағы бір жаңа мүмкіндіктердің бірі ол командалық жұмыстар, жобалар қазіргі таңда үлкен кәдімгі жолға қойылып келе жатыр биылғы жылы. Сосын биылғы жылы үлкен тағы да мүмкіндігі оқушылардың оқуын ыңғайлайтын жақсы кабинеттер жабдықталып, сол жұмыстар жүргізіліп жатыр 21-ші мектеп төңірегінде. Одан басқа енді биылғы жылы мұғалімдердің іздену жұмыстар барысындағы мына қазір аттестацияға талап қойылды ғой жаңа оқу жылында. Сол іздену күнделікті өзін-өзі жұмыс барысында іс-әрекетін зерттеу үшін мына жобалар жасауда қазіргі таңда бүкіл мұғалімдер өзі жаңа бір белсенділікпен, жаңа бір бағытқа қарай өзі жұмыстарын жүргізіп жатыр. Былтырғы жылы отпан жобасы төңірегінде көптеген курстар өтті. Барлық пән мұғалімдері, мектеп әкімшіліктер барлығы осы командалық жұмыс, осы жасанды интеллектімен оқыту курстарынан өтіп, былтыр мектебіміздің барлық мұғалімдері курстан өтіп шығып, биыл өз жұмыстарын алға қарай қойып жатыр. Жолға қойып жатыр. Бұл жерде командалық жұмыс дегенді айтып жатырсыз ғой. Мысалы, командалық жұмыс бұрында болды, бірақ топтық жұмыс пен командалық жұмысты шатастыратын. Екеуі бөлек дүние. Бұл жерде командалық жұмыста, мысалы, рөлдерді тең бөліп беру, жұмысты тең бөліп беру. Бұрын мектепте нағыз көшбасшы мұғалім өзіне жұмыстың барлығын атқара береді де, тасадағы кейбір педагогтерде жеңілдеу қарап, соған байланысты кейде бір рөлдер дұрыс бөлінбей қалатын еді. Мына мектеп әкімшілігін, мектеп директорының орынбасарларын барлығын қосып, осы отпан жобасының аясында курстан өткізген кезде білікті тренерлерден үйренгеніміз мектеп командасының жұмысын жүйелі жүргізуді үйрендік. Осы арқылы біз мектебіміздегі мына жаңалыққа игере алмай жатқан, мына келіп жатқан жаңа құралдарды пайдалана алмай жатқан, қиналып жүрген педагогтерімізге біз оңай ғана тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатырмыз. Әрбір педагогтың қай жерден қиналады? Қысқа мерзімді жоспарды құруда қинала ма? Немесе өзінің теориялық білімінен қинала ма? Оған бірінші аналитикалық талдау жасап аламыз да, сол бағытта өзіміз әдістемелік көмек ұйымдастырып, қастарына жаңағы мықты тренерлерді қойып, осы проблеманы шешіп жатырмыз. Онда да командалық жұмыстың рөлі зор бұндай кезде де. Әсіресе жас педагогтер. Жас педагогтерден бұрынғы жаңағы кеңес үкіметінен бері келе жатқан, зейнетке жақындаған педагогтерімізде мына заманауи құралдарды пайдалану кішкене қиындық туғызады. Сондықтан да сол кісілерге соны үйрету мақсатында қастарына мықты тренерлерді қою арқылы біз проблеманы шешіп жатырмыз қазір. Және де тағы бір осы жерде айтып кететін, мына командалық жұмыстың тағы бір ерекшелігі, бұрын мысалы сабаққа кірген мезгілде біздер ұсыныс айтатынбыз тек қана, ескерту айтатынбыз, кемшілік айтатынбыз, ал қазір бірігіп отырып дамыту жоспарын айтамыз. Лесін стадия дейді. Ол мына жас мамандардың жұмыс жасауға ынтасын арттыруда. Сосын үлкен мұғалімдердің, адам болғаннан кейін барлық процесс болады ғой. Сол кезде манағы толықтыратын жерлердің жастардың идеясы мен үлкендердің идеясының сабақтастығы жүріп жатыр қазір. Бір осы жаңа оқу жылында сондай бір үлкен бір жобалар жасақталып жатыр. Демек, мынау енді біз өзіміздің қай ұлт екенімізді, ұлттық құндылығымызды ұмытпауымыз керек қой, мынау роботтың соңында жетегінде кетіп қалмай. Сондықтан расында да мынау ұлттық құндылықты айтатын мынау үлкен жастағы ұстаздармен қазіргі жасанды ақылды жақсы меңгерген, IT саласын жақсы меңгерген жас педагогтар бірлессе бір керемет үйлесімділік табады. Балаларға, сол оқушыларға да ұлттық құндылықты қазіргі заман талабына сай етіп, үйрету жолын қарастырып жатырсыздар. Демек, бұл өте керемет нәрсе. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Мектептің басты басымдықтары мен стратегиялық жоспар қандай болады сонда? Ең басты басымдығы білім сапасын арттыру ғой.
білім сапасын арттыру және педагогтердің кәсіби әлеуетін дамыту. Осы екі басымдық қай уақытта да ол күн тәртібінен түспейді. Сондықтан да биылғы біздің осы екі бағыттағы негізгі міндеттеріміз ең бірінші білім сапасын арттырумен бірге мына халықаралық зерттеулер бар ғой. Пейза, Теміз сияқты халықаралық зерттеулердің стандарттарындағы бағалау шкалаларын ескере отырып, соған сәйкес мектепте қосымша сабақтар өткізу, әсіресе оқушылардың оқу сауаттылығына, математикалық сауаттылығына, жаратылыстану сауаттылығы бағыты бойынша балаларымызды сауаттандыруымыз керек. Осы бағыттағы жұмыстарға біз басымдық береміз биыл. Және әрбір педагогтың сонымен қатар білім алушыларды зерттеу жұмыстарына тартуымыз керек болады. Сосын үлгерімі төмен оқушылар болады, қабылдауы төмен оқушылар. Соларға біз баса назар аударуымыз керек. Осы оқушылардың өзіне деген сенімділігін арттыру арқылы олардың оқу сапасын арттыруымыз керек. Ал педагогтерге келетін болсақ, олардың жеке даму картасын жасау міндетті. Сонымен бірге біз биыл мына жұмысты жоспарлап отырмыз. Айына бір рет мына әдістемелік мақалалар, жаңалықтарды талдау арқылы кітап оқу, мақала талдау, немесе әлемдегі танып жатқан тренд, жаңа технологияларды өзіміздің оқу процесіне қалай кіріктіреміз деген тақырыпта айына бір рет бас қосатын болып, осындай жоспарға енгізіп жатырмыз. Және жасанды интеллект деп жатырмыз. Бұрыннан да цифрлық жаңа актінің сауаттылығын арттыру күн тәртібінде тұрған мәселе. Бұл да жұмыста ары қарай жүзеге асатын болады. 90%, кем дегенде 90% мұғаліміміз цифрлық сауатталуы керек. Жаңа келген құралдарды тиімді қолдана білуіміз керек. Қазіргі таңда пән мұғалімі ретінде функционалды сауаттылық деген бір оқыту пәнін, мысалы жаратылыстану пәні ма, соны өмірмен байланыстырып оқыту. Енді бүгінгі таңда енді тағы бір ерекшелігі, мына адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша тәрбиелік адамгершілік құндылықтарды, басқа да осы азаматтық құндылықтар, тағы басқа құндылықтарды сіңіру мақсатында оқытуға қосымша тағы енгізіліп жатыр. Ол бұрын тәрбие мақсаты ретінде бұрын болатын, ол кейінгі жылдары алынып тастап, биыл қайтадан сол қолға алынып жатыр. Ең үлкен бір несі осы биылғы жылдың ерекшелігі. Енді Бекмұхамед мырза, жалпы сіз биология пәнінің мұғалімісіз, биология 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқытылады. Ол 7-ші, 8-ші сыныптың баласының қабылдауы бөлек, 10-11-дің баланың қабылдауы ол енді бөлек нәрсе. Осы жерде сұрағым келетін, жалпы осы оқушыларға білім беруде сіз қандай инновациялық тәсілдерді қолданасыз? Рахмет. Жалпы қазіргі таңда ең бірінші оқушылар қазір бүгінгі таңда 30 секундтық дейді қабылдау. 30 секундтан артық мәліметтерді сіз айтатын болсаңыз, оқушылардың көбі жалығады. Бірақ енді ол жалығу деп олардың да ығына қарай жығылуға болмайды. Әрине. Бірақ олардың бүгінгі таңның қажеттілігін меңгерту мақсатында цифрлық сауаттылық жаңа айтылып кетті. Сол цифрлық құзыреттіліктерді, қандай құрал жабдықтар, интерактив тақтада пайдаланатын қандай мүмкіндіктер бар, солардың барлығын қазіргі таңда сабаққа қолдану үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл бірінші. Одан кейін бағалау жүйесі. Формативті қалыптастырушы бағалау жүйесін мен қазір бүгінгі таңда электрон түрде аламын. Ол электрон түрде алған мезгілде автоматтандыру. Мысалы, екі оқушы бір-бірімен қатар отырған мезгілде, екі оқушының сұрағы бір тапсырма берілсе де, екеуі бір-біріне қайталанбайтын. Соны цифрландырып, қазіргі таңда оны енді осы оқыту порталына осындай нәрселерді енгізу қазір зерттелу үстінде. Бұлар одан басқа енді жасанды интеллект қазір оқушылар өзіне қолайлы уақытта оқығысы келеді. Мен айтқаннан кейін де ол білім алу тоқтап қалмау керек. Сондықтан оны қазіргі таңда оқыту цифрландыру жағы қазір өте өзекті болып отыр. Жалпы қазіргі балалардың ерекшеліктері мен талаптары бұрынғыдан несімен өзгеше? Өзіне қолайлы уақытта, ыңғайлы уақытта оқығысы келеді олар.
тек қана сабақтың 45 минут емес, одан басқа да қайталағысы келетін мезгілде сіз оған беретін материалыңыз дайын болу керек. Баланы өзі сұрап келеді демек, иә? Сұрап келеді, я болмаса ұсыныстар жібереді. Маған қандай неден мәлімет алсам екен, қайдан тереңірек білім алсам екен деп. Әсіресе олимпиадаға дайындалатын оқушылардың ізденіміне қажетті материалдарды қазіргі таңда қазақша оқулықтардан табу өте қиын. Әрине, иә. Сондықтан оларға қаншалықты деңгейде білімі бар, одан әрі қалай зерттеуіне тереңірек білім беру керек. Сол үшін жұмыстану барысында материалдар дайын отыру керек. Және ол қолжетімді болу керек. Мынау биологияға қызығатын оқушылар, жаңа айтып қалдыңыз, әдебиеті өте аз деп, қазақ тілінде, иә. Көбінесе шет тілінде, ағылшын тілінде, иә. Ол биологияға қызығатын оқушы, демек ағылшынды да өте жақсы білу керек. Тілін білу керек, иә. Мынау әдебиеттерді іздеген кезде, иә. Бүгінгі таңның талабы сол. Заман талабы сол. Және тағы бір несі, ерекшелігі, биологияны тереңірек үйренген оқушылар мүмкіндігінше шетелге қарай білім алуға тырысады. Өзіне жетпейтін нәрселерді ары қарай тағы да, я болмаса ағылшын тілінде қазақстандық университеттерге түсуге тырысады. Себебі олар өзінің ізденген материалынан тағы да ары қарай өзінің жетпей жатқан білімін толықтырғысы келеді. Бұл өте жақсы нәрсе ғой негізі, өте жақсы қадам. Жалпы Бекмұхамед мырза, сіз енді жаңа олимпиада деп айтып қалдыңыз, иә. Биыл да олимпиада болады. Былтыр мысалы оқушыларыңызға бере алмаған мүмкіндіктерді биыл жаңа мүмкіндігі ретінде беру үшін, мысалы облыстан республикаға шыға алмай қалған оқушыларыңыз бар шығар, ауданнан облысқа шыға алмай қалған, азғантай бір ұпай жетпей деген сияқты. Соны дайындау барысында әдіс тәсілдеріңіз биыл қалай пысықталып толығып жатыр? Рахмет. Жалпы ең бірінші біздерде оқыту барысында ең бірінші баланың қызығушылығын ояту. Әрине. Биология таңдап келетін балалар көбіне медицинаға қызығатындар. Басым көпшілігі. Одан кейінгі қалған мүмкіндіктер оңай деп келеді. Шынтуайтында биология пәнін тереңірек түсінген сайын, олар көп нәрсе білмегендей болып, одан әрі зерттеуге көшіп кетеді. Қызыға береді. Енді бұл оқушыларға ең бірінші жасайтын әдіс, ол өміріндегі бар, ең бірінші өміріндегі болған үйіндегі отбасындағы жағдайларға байланысты туындаған әсерлердің, туындаған процестердің нәтижесінде олар сол пәнді тереңірек зерттейді. Я болмаса белгілі бір мысалы кинолар оқыту барысында осы пәнге мысалы олимпиада дайындаламын деп келген оқушыға ең бірінші қызықтырушы факторлары арқылы оларды мысалға осы саланы табан түрде ары қарай зерттеуіне жағдай жасаймыз. Мысалға қазіргі таңда биологияны өте жақсы баланы қызықтыратын бір кино бар, «Золотой руки» деген Хопкинс университетінің жалпы профессорлары, қарапайым қара нәсілді бала, ол өзінің биологияны зерттемес бұрын белгілі бір табиғаттағы бір тамшы судың ішіндегі, мұғалімі бір тамшы судың ішіндегі үлкен тіршілік әлемін көрсеткеннен кейін, бұл оқушы уже кітап оқи бастады. Ол кітапты ешіктеп оқи алмайтын бала ең соңында мықты, әлемдегі ең мықты врач болып қалыптасты. Сондай бір фильмдер, сондай біздің және Қазақстанда тағы бар, мына Құлсарыда бір қыз бала бар, бір өкпесі толығымен алынып қалды, бір өкпесі бар. Сол қыз баланы біздің қарағандылық мықты медик бар. Атында қазір ұмытып отырмын. Сол кісінің, сол қыз баланың өмір тарихын, олимпиадаға келген, ғылыми зерттеу жұмысына келген оқушыларға видеосы да бар ютубта. Сонымен толығымен таныстырып, өмірдегі процестерді, үрдістерді қалай жеңуге болатын, және оған білімнің қандай әсер ететінін, ол қыз бала қазір өмір сүріп жатыр. Өзі кішкентайы бар, балалары бар, толыққанды отбасы болып өмірін жалғастырып жатыр. Сонда қарағандылық дәрігерлердің қандай еңбегі бар екен, сонда білімді ұрпақтың қандай ықпалы бір белгілі. Адам өмірін сақтап қалуда, иә. Тіптен жарты өкпенің өзіменен де өмір сүріп, жаңағыдай отбасын құрып, оны әрмен қарай ұрпақ жалғастыруға да болатындығын, мінекей, мүмкіндіктер көрсетіп тұр. Бұл жерде сол жарты өкпенің өзін аман сақтап қалуда дәрігерлердің еңбегі жақсы көрсетіледі, жақсы айтылады. Бұл жерде білім керек. Білім керек. Сол кезде табандылықпен тұрақты ізденуді қажет ететінін мен оқушыларға көбіне көрсетемін соны. Содан кейін барып мен
мана қызығушылықты оятқаннан кейін барып білім беруді бастаймын. Бұл өте жақсы әдіс тәсіл, иә, Жанар ханым, сіз де естіп отырсыз, өйткені қазіргі баланы тек алдына жаңа кітап беріп қойып, 10 томдық лекцияны беріп қойып, осыны оқып сен керемет боласың деп айтсақ, оған қызықпайды бала. Қазір осындай шынайы фильм арқылы, осындай қызықтыру арқылы олардың қызығушылығын одан әрі арттыруға болады. Жалпы енді Жанар ханым, жалпы биылғы жылы да өткен жылдан бастап келешек мектептер деген жоба басталды. Енді бұл жаңа мектептер ғой. Сіздің мектептерде сол қатарына жатады, иә? Жоқ, біздің мектеп жай ауыл мектебі. Жай ауыл мектебі, иә. Енді сіздерде мына кадр тапшылығы қалай болып жатыр? Жас мұғалімдер, егер тапшылық болса, оның шешу жолдары қалай болып жатыр деген сұрақты қойғым келеді. Енді ол кадр тапшылығы біз осы Мұнайлы ауданында Қызылтөбе 2 елді мекеніндегі 6-шы мектепке мен тағайындалғаныма 1 жылдай уақыт өтті. Бұл ауыл мектебіндегі болғандықтан ба, бұл жерде кадр тапшылығы ондай қатты білінбейді. Барлығында да кадр толық. Тек қана арнайы білім беру педагогтері тапшылық болды былтыр. Оны конкурс арқылы біз кәдімгі дипломы бар, білімі бар 2 педагогты жұмысқа қабылдадық. Бір дефектолог, бір логопедті. Осы арнайы білімі бар педагогтер келгеннен кейін мектептегі ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың арасында үлкен бір қозғалыс пайда болды. Себебі жақсы жағынан сол балаларды мектеп өміріне белсендірі қатыстыру, сол балалардың ата-анасымен бірге түрлі жаңа шаралар өткізу, осы кеше ғана бітіріп келсе де жас мамандардың қолынан келді. Және ата-аналардың тарапынан да, мектеп ұстаздардың тарапынан да қолдауға ие болды. Керемет. Бекмұхамед мырза, сіздің мектеп сол келешек мектептердің қатарына ене ме? Жоқ, біздердікі жалпы білім беретін мектеп, келешек мектептер біздің көрші мектептеріміз, бірақ бізде кадр тапшылығы жоқ, қала мектебі болғандықтан. Бізде бір несі, мына келешек мектептер ашылғаннан кейін оқушы саны азаюына байланысты бізде көптеген кадрларымыз қазір сол мектептерге қарай ауысып жатыр. Бірақ ең қорқынышы жақсы мамандарымыз кетіп қалмаса екен деп, қазір соған мүмкіндігінше жағдай жасап жұмыстанудамыз. Себебі келешек мектептердің жасақталып жатқан құрал жабдықтары, оқу материалдары өте керемет енді. Түсінікті. Бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалыпты, құрметті қонақтар. Енді қорытынды ретінде бір сұрақ қоя кетейін. Сіздердің ойларыңызша, жаңа мүмкіндіктер мұғалімнің өзіне қандай артықшылық береді? Осы турасында айта кетсеңіздер. Жаңа мүмкіндіктер қазіргі педагогтерге жұмыс жасауға мүмкіндік көп беріліп отыр. Олардың кәсіби біліктілігін арттыруда да қолдау. Жаңа айтып отырмын, біз отпан жобасына қатысқаннан кейін, бір жоба аяқталғаннан кейін де 3 жыл бойына мектеп әкімшілігімен педагогтер қолдау, сүйемелдеу көреді. Бұл Назарбаев зияткерлік мектептері мен білім инновация лицейінің тарапынан бізге осындай әдістемелік көмектер жиі ұйымдастырылатын болады. Оның өзі үлкен мүмкіндік біз үшін беріліп жатқан. Және жұмыс жасаймын деген педагогке қазір мектепте жағдай жасалған. Заманауи құрылғы керек болса, ол да бар. Бастысы ерінбеу керек, бастысы мұғалімде ынта, ниет болу керек. Қазіргі енді кадр жақсы мектебі де жақсы болады ғой, мұғаліміне қарап мектебін таны деген бар. Сондықтан да біз мұғалімдерді үнемі қайшылап, қамшылап, оларды ынталандырып, әрбір істеген жетістіктеріне қолдау көрсетіп отыратын болсақ, мектеп әкімшілігі тарапынан ол мұғалімдердің де шығармашылық деңгейі ашыла береді. Мұғалімдерге үлкен жаңа мүмкіндіктердің бірі қазір педагогикалық шеберлік орталығы деген бар, Назарбаев зияткерлік мектептер желісінде. Сондағы өткізіліп жатқан бүгінгі таңдағы курстар отпан жобасы негізінде жасалған. Өте бір үлкен бір жаңа мүмкіндіктер болды. Ол мұғалімдердің кәсіби дамуына және зерттеу әдістерін, командалық жұмыстарды ұйымдастыруда үлкен бір қолдау болды. Одан басқа қалалық және облыстық әдістемелік орталық және білім басқармаларының жасалып жатқан мына жобалары мен мектептің ішкі жобаларының арасындағы үйлесімділіктердің арқасында қазір мұғалімдер жаңа бір бағытқа, қазір оқытудың жаңа бір форматына көшіп жатыр. Бұрынғы стандартты оқытулардан жаңа бір форматты оқыту жүйелеріне қарай көшіп жатыр. Сондықтан қазір енді жаңа үлгілі оқу жобалары жүріп жатыр бүгінгі таңда.
Рахмет Жанар Асылбекқызы, Бекмұхамед Қазмұхамбетұлы, сіздерге мінекей міне бізге берілген осы жарты сағат көлемінде биылғы жаңа оқу жылындағы жаңа мүмкіндіктерді осы уақытқа барынша сиятындай етіп айтып бердіңіздер. Бұл біздің мынау экран артындағы көрермендеріміз, әсіресе ұстаздарымызға, оқушыларға жақсы бір пайдалы кеңес болды деген ниеттеміз. Биылғы жаңа оқу жылында сіздерге сәттіліктер тілейміз, табыс тілейміз. Оқушыларыңыз мынау олимпиадалардан, республикалық олимпиадалардан жүлделі орындарға ие болып, педагогтеріңізде жүлделі орындарға ие болып, жақсы жетістіктермен қуантатын бір жеңісті оқу жылы болсын деген тілейміз. Құрметті көрермен, мінекей жаңа оқу жылы, жаңа мүмкіндіктер деген тақырып төңірегінде бізде бір осындай жақсы подкаст болды. Сіздер де өздеріңізге пайдалы жағын алды деген ниеттеміз. Жаңа оқу жылында сіздерге табыс тілейміз. Ұстаздарымыз да, оқушыларымыз да тек биік белестерден көріне берсін деген тілегіміз бар. Келесі эфирде көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Рахмет. Рахмет.